Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ғаппаш Жұмабаев атындағы Боровской мектеп гимназиясы. Биология пәнінің мұғалімі Бекенова Маржан Қайратовна, 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы экологиялық сукцессиялар, бірінші және екінші реттік сукцессиялар, экожүйелердің алмасуы. Сабақтың мақсаты экологиялық сукцессия үдерісін сипаттау. Бағалау критерийі сукцессия ұғымына анықтама береді, сукцессия себептері мен салдарын түсіндіре алады, бірінші және екінші реттік сукцессияны салыстырады және ерекшеліктерін анықтай алады. Сукцессия, яғни сукцессия дегеніміз ауысу деген мағынаны береді. Белгілі бір орта аумағындағы экожүйелердің табиғи ауысу үдерісі болып табылады. Сукцессия белгілі бір уақыт аралығын қамтиды. Сукцессия ілімін, яғни американдық ботаниктар дамытты. Олар Кэрри Коулес және Фредерик Клементс болып табылады. Сукцессия екі түрде болады. Яғни бірінші реттік сукцессиялар болады және екінші реттік сукцессия болады. Бірінші реттік, яғни алғашқы сукцессия, олар топырақтары жоқ, жалаң тау жыныстарынан немесе тіршілігі жоқ жерлерден басталатын сукцессияның типі болып саналады. Ал екінші реттік сукцессия, қайталанған сукцессия, бұрын тірі организмдердің әсерінде болған және органикалық заттар бар, толығынан немесе белгілі бір дәрежеде өсімдіктерден айырылған беткейден басталады. Яғни жаңағы бірінші, екінші реттік сукцессияға тоқталатын болсақ, бірінші реттік сукцессия, яғни ол ешқашан қандай да бір тірі ағзалар мекендемеген, яғни құнарсыз ортада, мысалы жанартау атқылағаннан кейін лавалық жыныстарда, қорым тастарда, шағыл құмдарда, жасанды су қоймаларында, тағы да басқа биоценоздың қалыптасуынан басталатын экологиялық сукцессия үдерісі болып табылады. Суретте көріп тұрғандай, бірінші реттік сукцессиялар, яғни олар бұған дейін тіршілік болмаған, өнім бермейтін ортадан басталатын сукцессиялар болып табылады. Ал екінші реттік сукцессия бұзылған экожүйені қайта қалпына келтіру. Яғни ормандағы өрт, тасталып кеткен ауыл шаруашылық алқаптарында және тағы да басқа жерлерде болатын экологиялық екінші реттік сукцессия ол, яғни табиғи құрылымды бұзылған экожүйе орнынан баяу қалпына келтіру процесінен басталады. Сукцессия, яғни бірінші реттік және екінші реттік сукцессия болады. Екі жағдайда алғашында организмдердің қарапайым бірлестігі түзіледі. Яғни олар экожүйеде алуан түрлі организмдердің мекендеуі үшін қолайлы жағдайдың біртіндеп қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бірінші реттік сукцессиялар аумағында өсетін алғашқы өсімдіктер қыналар мен мүктер болып саналады. Олар алғашқы топырақты түзеді. Ол топырақта басқа өсімдіктер, негізінен шөптесін өсімдіктер өседі. Ол өсімдіктерден кейін, яғни шөптесін өсімдіктерден кейін бізде бұталар өседі. Олардың тамыры түзілген топырақты бекітеді. Бірақ біраз уақыттан кейін алғашқы ағаштар пайда болады. Осы уақытта бұл аумақта, яғни жануарлар мекендей бастайды. Өсімдіктер мен жануарлар бірлестіктері қоршаған ортамен тепе-теңдік жеткенше осы ортаның жағдайында бейімделеді. Яғни бірінші және екінші реттік сукцессия аралығында. Сукцессия нәтижесінде өсімдіктер мен жануарлар экожүйесі тұрақтанады. Нақты климаттық зонаға бейімделіп, климаты биоценозға ауысады. Мысалы, солтүстіктен оңтүстікке қарай тундраның фитофенозды қалыптасады. Содан кейін қылқан жапырақты түрлері басым болады. Содан кейін аралас және жапырақты ормандар ылғалдың жетіспеушілігі жағдайында өсімдіктердің дала қауымдастары үстемдік етеді. Ең қолайлы климаттық аймақтарда субтропикалық және тропикалық өсімдіктердің топтары қалыптасады. Ары қарай бейне материалға назар аударыңыздар.
Алғашқы экологиялық сукцессия бұрын ешқандай биоценоздар қоныстанбаған жерлерде орын алады. Жаңа аймақта пайда болатын алғашқы организмдер қоршаған ортаның жағдайларын барынша аз қажет етеді. Бұлар негізінен микроорганизмдер, теңіз балдырлары, мүктәрізділер және қыналар. Содан кейін аймаққа өздеріне дейін болған организмдердің қалдықтарымен қоректенетін редуценттер қоныстанады. Олар топырақтың қалыптасуына, шөптердің және басқа да шөптесін өсімдіктердің өсуіне, ұсақ жануарлардың пайда болуына мүмкіндік туғызады. Сукцессияның келесі кезеңінде бұталар және ағаштардың әр түрлері дамиды. Сукцессияның климакс деп аталатын қорытынды кезеңінде биоценоз тұрақтанған, яғни қоршаған ортаның жағдайларына барынша жақсы бейімделген болады. Екінші реттік экологиялық сукцессия бұрын әртүрлі биоценоздар қоныстанған, бірақ өрт, су тасқынының немесе жайылма жерді тегіс шыртудың нәтижесінде жойылған жерлерде орын алады. Бұл жағдайда пионер қоныстанушылар бұрынғы биоценоздың бір бөлігі болып табылады. Бұдан кейін шөптесін өсімдіктер, ал кейінірек әдетте көпжылдық өсімдіктер пайда болады. Келесі өзгерістердің жылдамдығы бұл жағдайда алғашқы сукцессияның дамуымен салыстырғанда анағұрлым жылдамырақ болады. Экологиялық сукцессия құрлық және су экожүйелерінде өтеді. Жануарлар қалдықтарынан түзілетін шөгінді қабаты және ұсақ топырақ бөлшектерінің көл жағалауынан сумен ағуы көлдің түбінен басталады. Органикалық заттардың ыдырауы нәтижесінде көлдегі су минералды қосылыстармен байытылады. Бұл судың бетінің гүлденуі, яғни балдырлардың тез қарқынымен және шектен тыс көбеюіне әкеледі. Сонымен бірге судың түсі мен қышқыл көрсеткіші өзгереді. Осындай жердің ең тереңінде жарықтың жетіспеуінен автотрофты балдырлар жойылады. Сол себепті оттегі түзілмей, ол тек органикалық заттардың ыдырау үдерісінде қолданылады. Оттегі тапшылығынан балықтар мен жануарлар өледі, ал олардың қалдықтары басқа органикалық материалдарды қалыптастырады. Су айдынын қоректік заттармен қамтамасыз ету үдерісі эвтрофикация деп аталады. Бұл үдеріс кезінде анаэроб ағзалар басым болып, көп мөлшерде шөгінділер жинақталады. Судың айдыны саязданып, тоғанға айналады, соңында батпақ та жерге айналады. Биоценоз климаксы ағаштардың пайда болуымен бірге қалыптасады. Бейне материалды көріп болған соң, сабағымызды қорытындылау үшін біз сіздермен жақсы тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: сукцессияның қай түрі тез жүреді, түсіндіріңіз. А-да бізде бірінші реттік сукцессия көрсетілген, В суретінде бізде екінші реттік сукцессия көрсетілген. Осы қай түрінде сукцессия тез жүреді? Жақсы. Ары қарай келесі тапсырма: экожүйеде сукцессияның әр кезеңінде белгілі бір өсімдік түрі қалыптасады. Әр кезеңдегі өсімдіктерге мысал келтіріңіздер. Жақсы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.